Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Данчо және достар біздің қазақша выживанияның 11-ші бөліміне қош келдіңдер достар. Так, енді бүгін сіздер видеоның атынан көріп тұрсыздар. Және де мен алдыңғы 10-ші бөлімде де айтып кеттім достар. Мен бүгін тағы да ерекше ауылға баратын боламын. Және достар, мен алдыңғы бірінші ауылға мен анау жолды көріп тұрсыздар. Арғы бетте бір таудың етегінде достар бір ауылға барған болатынбыз. Және достар, мен видеоның тыс кезінде достар мен ауылға барып қайттым. Сіздер не айтқан боласыздар? Ана комментарияда оқыдым. Рейд не үшін болып жатқанын мен сіздерден сұраған болатын достар. Қазір сол туралы айтатын болам достар. Және достар, қазір енді мен бүгін егіншілік шаруашылығын шамалы айналыстым. Шамалы заттарды ектім. Міне жемендеп егіліп өсіп жатыр, өніп, және де міне ана жерге трайсингтерді егіп қойыппын. Охо достар, трайсингтер уже өсіп жатыр екен. Керемет. Енді мен бұл жерде енді 5 сағаттай выживать еттім видеодан тыс. Сол кезде шамалы өскен тұрығы достар, я мен 5 сағаттай мен 3 сағатты мен неге ауылға арнадым, 2 сағатты шахтаға кіріп железа тапқан болатым. Және достар, енді мен қолымда қазір шөптер бар. Бұл шөптерді жапырақтар ғой, бұл жапырақтарды мен қазір енді уақыт болып жатса забордың шеттерін қоршап жататын болам, шамалы әдемілік ретінде. Айтпақшы достар, мен көрермен тақтасын қазір айтатын болам достар. Так, көрермен тақтасына қазір барып қайтайық достар. Көрермен тақтасына барып қайтайық. Бізде алдыңғыдай көрермендеріміз жақсы комментариялар жазып кетті. жақсы комментарий жазып, мені қолдап, жақсы сөз жазып отқан көрермендерім үлкен рахмет. Енді міне алдыңғыдай тағы да көрермендерім өте көп жазған көрермендер міне өте керемет мотивациясын білдіріп маған достар, айтпақшы мен 700 көрерменге жеттім. Сіздердің тілеулеріңіз арқылы сіздер тіледіңіздер, Данчо сен 1000-ға жет, миллионға жет деп жатқан көрермендеріме үлкен рахмет. Міне ақырындап жетіп жатық сондай сандарға. Енді қазір мен көрермендердің аттан оқып кетейін. Бізде бірінші жазған ең керемет комментарий жазған көрермендердің есімдері тек. Кейбір көрермендерім түспей қалса ренжімеңдер, тек қана мен ең күшті жазған комментарий жазған балалардың аттарын оқып кетемін. Так, енді бізде Құрбан Аділбек, Баха KZ, Комикс Монстр, міне бірінші рет түсіп жатқан көрермендерім де бар екен достар. Жанар Нұрымова, Шәрбан Сыздықов, достар, қараңдаршы, бірінші түсіп жатқан көрермендерім бар екен. Көрдіңдер ме? Асықпай осы тақтаға түсесіздер достар. Асықпаңыздар, тек қана күнде комментарий жасап отырсаңыздар болды. Келесі бізде Данияр Тажмахан, Ансар Мелдебек, Малика Клубер дейді. Ердос Ерғали, Рома, Исихан Майнкрафт, ойындар ойнаймын деген, Ерок, Ако KZ сияқты міне көрермендерім жазып жатыр екен. Назар KZ, Ибо, Let's Play, менің аттасым Let's Play деп жазып қойыпты, керемет. Лазар Құралбаев, Чина Нысанбай, Ера KZ пен және Ером KZ-ке үлкен рахмет, керемет комментарий жазып кетті алдыңғы 10-ші бөлімдегі. Енді сіздер осы видеоның комментарийіне жазып, осы тақтаға түсе аласыздар. Және осы комментарий жазған балдарға үлкен рахмет, тағы да осы жазып, қолдауларыңызды білдіріңіздер. Енді мен бүгінгі миссиям, әрине бұл миссия болмайды, тек қана мен екінші рет ауыл тауып алған болатынмын. Сол ауылға барып қайтатын боламыз. Тек қана ештеңе салмаймыз, тек ауылға барып қайтатын боламыз. Айтпақшы, мен рейд туралы айтып кетейін достар. Мен алдыңғы, менде қазір тұманнан көрінбей тұр едік. Қазір мен шамалы чаңқты 13-16-ға қойын. Сол кезде көрінетін шығар. Міне достар, көрінді. Міне ауылда ешкім жоқ. Ешкімде жоқ. 2 житель бар тұғын достар. 2 житель бар тұғын. Оларды рейд шабуыл жасап, оларды өлтіріп тастады. Мен оларды барынша қорғауға тырыстым, бірақ ол іске аспады. Олар просто мен рейдтер бар ғой, дровосектер, дровосекше қолына балта, арбалет ұстап алған. Сол дровосектерді өлтірдім, бірақ қайтадан шыға береді. Содан достар, не заттар тауып алғанымды сіздерге көрсетейін. Мына сундукты өте ерекше. Бұған жинаған заттарым міне өте ерекше. Қараңдар, менде броня бұл алдында лаваны тапқан болатынмын. Бір портал қорайтын жерден тапқан болатын броняны. Ал мынандайды достар, мен көрсетейін. 6 изумруд таптым. Мынандай зловещийларды өлтіргеннен кейін осындай 6 изумруд тауып алдым. Және де
бір андай дәу бегемот сияқты отыратыны бар. Мына осындай екі бегемот сияқтыны өлтірдім. Дровосектердің мынандай ше, достар. Бір сиыр сияқты дәу бұқасын өлтірдім. Оның атын білмеймін. Сіздер аттарын осы комментария жазып кетсеңіздер болады, білсеңіздер. Сосын жерде атқа отыратын міне орында екеуін алдым. Және де міне зловещий флаг жетеуін міне ұтып алдым, олардың өлтіріп. Және де арбалетті де арбалетті өлтірдім. Арбалет сауған анау қандай еді, дровосек баты. Сол дровосектерді өлтіріп арбалетін алып алдым. Және де тотемді қалай алғанын білесіздер ма? Тағы да бір өте ерекше таңдай рейдтің жасаған шабуылшылар ше, соларға қарсы тұрып, достар, мен уровень жоғалтып алған болатын. Менде 16 уровень зорға дегенде жинадым. Алдында мені өлтіріп тастаған болатын. Сосын қайтадан шабуыл жасап, оларға қарсы тұрып, заттарым қайтарып алған болатын. Сонан тотем бар, сосын седло, арбалет, тағы да изумруд заттардың алдым, достар. Енді біз қазір ауылға баратын боламыз. Мына жерден көпір жасау керек сияқты келесі бөлімдерде. Айтпақшы, бізде түн болып қапты, достар. Бізді қазір ұйықтап алуымыз керек. Бірақ ана ауылда, достар, төсек болса, онда сол жақта ұйықтап алатын боламыз. Мына жерде мен кішігірім міне қараңдаршы, өсіп жатыр әдемі болып. Кейін барлығы өссе ғана мен барлығын несеп шығатын болам, теріп шығатын болам. Так, мына жерде бізде жол бар ма өтіп кететін? Так, секіріп барып суға түсеміз. Болды. Так, енді ауыл өте алыс емес. Сондықтан мына таудың шамалы етегінен өтіп кетсек, ауылды көреміз. Осы ауылды. Қазір бізде түн батты уже. Енді қазір зомби скелеттер шықпай тұрғанда біз тезірек ауылға жетіп алуымыз керек. Мына жерде сиырдың тұрғанын тұрсын қараш. Не істеп тұрсыңдар, сиырлар? Так, біз ауылды мына жақтан көре аламыз. Ауылды мына жақтан көре аламыз. Міне ауыл, мәссаған түнгі көрінісі әдемі, өте керемет көрінеді екен. Енді, достар, мен алдыңғы ауылды қорғай алмадым. Енді ол жақта ешкім қалмады. Енді ол ауыл енді заброшенный, енді ескі ауыл болып қалады. Ешкім тұрмайды, сондықтан керек заттарымды алып алдым. Және міне уже жетелер көрмей тұрмын. Олар үйінде сияқты. Бұлардың үйлері өте ерекше екен. Мынандай кварцтан жасалған ба? Кварц емес, андай блоктан жасалған. Әдемі, қарындаш. Мынандай бар екен. Бұл не? Так, патихара сындырып аламыз ба? Бізде бұндай жоқ сияқты ғой. Бұны алып кетейікші өзімізге. Бізге керек болады бұл. Бұмен қалай неме айналсақ болады? Аты қандай бұның? Камнерезбен қандай затпен айналсақ болады? Айтып жүріңізші, достар. Комментарий жазып жүрсеңдер, мен оқитын болам. Так, қазір біз бір төсегі бар үйге жатып аламыз, бірақ жетел. Қалайсың? Шаршап жатыр ма? Мен ұйықтайыншы. Мен кешірші, ұйықтайыншы, мен ұйықталайыншы. Әйтпесе қазір мен ұйықтамасам қазір таң атпайды. Мен ұйықтап алайын. Болды, саған рахмет. Так, саған рахмет, жетел. Не болды? Маған бірдеңе беріп жатсың ба? Так, мен бұған 20 пшеница берсем, бұл маған изумруд береді екен. Болды. Кейін саған қайтарып беретін болам. Нақта жетелдер көп сияқты ғана жерде. Екеу көріп тұрмын мына жерден. Керемет, нақта рейд жоқ екен. База жоқ. Рейд болмаған жақсы. Рейд болса, достар, бұлардың барлығын құтқара алмаймын. Қарныш, тағы да жетелдер қалайсыңдар? Мына не істеп тұр? Басын қозғалтуға. Мына версияда басын қозғалта ма не? Қойш. Ойбай! Нақта криперге атыр. Теспей ақы крипер. Машина, не дейді? Бұл басын қозғалтпайды. Ойбай, крипер. Теспеш маған. Опа. Тайна криперді өлтіріп көрек. Опа. Так, қазір бір удар бесім көретін шығар. Хоп. Үш удар ма нем болған? Хоп. Қылышым әсер етпей жатыр. Уже қылышым сынайын деп жатыр. Да, енді жетелдер меселендердің үйлеріңе кіріп шығайын. Үйлерінде не бар, не жоқ, соны көріп шығайыншы. Не жерде сары төсегі бар екен. Не жерде сундық сандығы жоқ екен яқта. Басқа да үйлеріне барып көрейік. Яқта да ештеңе жоқ. Арғы жақта тағы да жетел бар екен. Бұл жетел қандай жетел екен? Бұдан не сұрап көрейік? Бұл бірдеңе сұрай ма бізден? Біз бұған андай комок глинаны берсек, бізге бір изумруд береді екен.
Ал біз оған бір изумруд берсек, бізге кірпіш береді екен. Керемет. Бұларды үй жаққа алып кету керек екен, бізге. Мынаяқта мынаяқта жылқылар бар екен, асырап алуға. Айтпақшы, менде седло бар, седло бар. Сосын мынаяқта бір үңгір бар екен, пещера. Мынаяқта үлкен тау бар екен. Бұяқта ешкі бар ма екен, Тау ешкі болу керек бұяқта. Так, бұяқта енді жителдің үйлері жоқ. Енді тек қана осындай үй екен, достар. Өте ерекше, әдемі жерде орналасқан. Осындай аралда, арал сияқты да орналасқан, бірақ бұл арал емес. Бірақ күшті, сулы жерде әдемі орналасқан екен, керемет жерде. Енді бірақ бұларда суындық жоқ екен, достар. Бірдеңе зат қарайын ба, ұрлайын ба деп ойлаған ғой. Мына жақта бақташы ма? Бұл бақташы емес екен. Бұл егінмен айналысатын адам ғой, Бұған пшеница мен сәбіз жинап берсең, не береді екен бізге? Бізде пшеница аз, достар, пшеница аз. Бізге тек 3 не керек? 3 пшеница болса, біз одан не алатын боламыз? Атағанда еді оның. Так. Мен қазір соны алып қайтайын ба, достар? Мен соны алып қайтайын, достар. Бізге сол изумруд бере ма, бермей ма, соны көрейікші. Если берсе, жақсы емес па қайта? Біз егіншілік болған как раз айналысып жатырмыз. Сол пшеница арқылы біз изумруд жинай берсек, кейін бірнеше жетелдермен бір алым саттықпен айналысамыз, саудаласамыз. Сосын, сондай керемет заттармен керемет заттар аламыз олардан. Өмірде болмаған, қазір менде сундугымда жоқ заттарды сол жетелерден арқылы алатын боламыз, Так, мен қазір өскен пшеницаларыма барып қайтайын. Пшеницаларымда толық өскен пшеницаларымызды алып, біз қазір енді қанша изумруд аламыз білмеймін енді. Бастысы бізде 20 не болса болды. Оп, керемет. Так, біреу. Сосын қайтадан егіп кету керек бұларды. Оп. Піскен қайықта піскені. Мына жерде піскен тағы. Так. Оп. 40 не түрін алып кетейікші. Бізде қазір 24 болды. Так. Мынаны егіп тастаймыз. Так. Мынаны тез өсіп жатыр, мыналар база жоқ. Бұл уже қарым соятын болды. Так. Так, бізде 35 болды. Енді барынша 40 болу керек бізде. Болды, бізде 40 болды. Енді қалғанын егіп кететін боламыз. Так. Қалғанын егіп кетейікші. Хоп. Зато көп өсетін яқта. Артылып қалғандарын тезірек егіп тастайықшы. Болды, уже егіп тастадық. Енді қазір қайтадан ауылға барып, бір жетелмен, егіншілік айналысып жатқан жетелмен саудаласатын боламыз. Так, менде 40, ол бізден 20 пшеница сұраса, бізге не береді? Бір изумруд береді екен. Ал менде қазір 40 пшеница болса, ол маған 2 изумруд беру керек емес пе, достар? Бұлай айтқанда. Так, мынақты сиыр қойларын алып кетсем ба деп отырмын да. Бұяқта босқа жүр ғой. Так, жетелдері бар. Енді бұяқта рейд болып жатса, мен осы ауылды барынша қорғауға тырысамын. Просто анда нелері көп екен. Өлтіре берсеңдер. Бұлар қайта пайдалы бола берді андай зловещийлар, ше. Так, енді мына егіншіге барамыз. Так, мен саған біреу, тағы болды. Так, бізге получил достижение не отхода от кассы дейді. Так, біз қазір достижениеға кірейікші. Достижениеда біз изумруд алыппыз, керемет. Енді жерде арбалетті алыппыз. Так, міне қараңдаршы, біз оған 40 пшеница өткіздік, бізге 2 изумруд берді. Охо, керемет. Енді бұмен тағы немен? Так, бұмен енді басқа. Так, бізге кірпіш керек емес, достар, кірпіш керек емес. Ана жақта бір жетел бар еді, мыяқта. Көрінбеге кетті ғой. Мына жақта ау деймін, Так, мына жақта деп ойлаймын. Мыяқта голем. Мына жақта. Так, келе қойыңдаршы. Жетелдер.
Мен бұған бір изумруд берсем алтыннан береді екен. Бірақ алтыннан маған қажет емес. Мынаған көрейікші. Бұлай ештеңемен айналыспаймыз деп тұр ғой, иә, қарныш. Басын шайқап тұрғаны, бұл ештеңемен айналыспаймыз. Тек мына екінші адам ғана айналысады дейді. Біз бұған бір изумруд берсек алтыннан керек емес. Бізде өте көп, бізде пшеницадан нан жасау оңай бізде. Мынау бізге не? Бізге мынаған 15 шалқан берсең, бізге бір изумруд береді екен. Ал бір изумруд берсек алтыннан. Бұл да сондай екен. Нан керек па деп тұр ғой бізге. Нан керек емес маған. Так. Мына жерде бір гүлден ала кетейікші, бұл гүлдерін, көк гүлдерін. Біздің ісіміз көк емес па? Кейін көк төсек жасай саламын. Мына жерге алып кетеміз. Болды. Енді достар, бұл ауылды аралап шықтық. Ауылда астында бір пещера бар екен. Бұған да барып қалуымыз мүмкін. Енді бұяқта ондай қатты ерекше білмеймін, енді ерекшелігі жоқ сияқты. Тек қана мен бұлармен саудаластым. Бірақ бұларда сундук болмаған жаман екен. Сундук үшін келіп едім әдейі. Заттарын ұрлап кетем ба деп. Жарайды достар, ауылды бірге аралап шықтық. Қандай екен көрдік. Енді алдыңғы бірінші барған ауылды енді қайтан барып тонап қайтамыз. Өйткені ол жақта жетелдер жоқ. Ол жақта жетелдердің барлығы жөліп кетті. Зловещиялардың кесірінен. Сондықтан керекті өзімізге заттарды алып аламыз да үй жаққа апарамыз. Сөйтеміз, короче. Енді достар, мен бүгін кішігірім аралау болды. Екінші ауылды аралап қайттық. Тағы да бұлай ұзақ жүрсек, тағы да бір ауыл тауып қалуымыз мүмкін достар, Енді бұл мүмкін енді достар. Мына жақта енді екі аққан ауыл бар сияқты. Және де бұл ауыл менің үй жағыма өте жақын орналасқан бір жақсысы достар. Енді достар, осылай. Кейінгі видеода күтіңіздер. Кейінгі видеода енді мен не істемесем болмайды достар. Екінші мен келесі видеода достар, мен андай бір жол жасап қойдым. Бұл жолды алып тастап, бір көпір жасап қоймасам достар. Мына жерге бір тоқта. Көпір жасасам болады деп ойлаймын. Мына жерде көпір. Ар жаққа да тағы бір көпір жасап қойсам, әдемі кетеді, достар. Так, достар, сонда мен келесі видеода көпір жасайын деп отырмын. Сондықтан достар, келесі видеода көпір жасаймын. Сол кезде күтіңіздер достар. Ал осы видеоға міндетті түрде лайк басып, кешегінде лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Және де сіздерге 700 көрермен санына жеттім. Сол санға рахмет достар. Үлкен рахмет. Енді алда 1000 көрермен санына бірге жететін боламыз. Ал келесі видеоға дейін қоштасамын. Сіздермен болған мен Данчо. Аман сау болыңыздар.